Баршаңызға сәлем. Қазір рамканың ішіне фотоны қалай дұрыс енгіземіз, сол жайында айтатын боламын. Ондай бізде видео бар, бірақ от лица түсіріңізші деп айтқан болатын. Сол үшін міне сіздерге түсінікті етіп, қазір бірінші шаблонымызды таңдап аламыз. Міне төбесіне бассаңыз, міне медиа шығады, көрдіңіз бе? И осылай қолдың пальцымен осылай істесеңіз, барлық фотолар сізде шығады. Міне, сонда листать еткенде өте оңай болады, көрдіңіз бе? Міне барлығы көрініп тұрады. Екі пальцтың ұшымен бүйтіп ашсаңыз да болады, или былай жапсаңыз да, сол кезде барлық шаблон сізде көрінеді. Қараңыздар, бұлай iPhone версиясында да, Android версиясында да істей беруге болады. Сол бір Telegram бәрінде. Енді қараңыздар, қазір мысалы мынандай рамочкалар бар. Есть разные рамочки. Примерно көрсетіп жатырмын. Календарь болсын, рамочка болсын, дәл фотоны осылай қоясыздар. Міне қараңыздар, шаблонымды мен таңдап алдым. Соған басамын, басып тұрсаңыз, посмотреть в чате деп шығады, или Android болатын болса, сізде осылай глазиктің суреті шығады. Соған глазикқа басасыздар, міне, посмотреть деп тұрады. И вот, сол шаблонымыз уже шықты, көрдіңіз бе? Енді мынаны қазір өзіме жүктеп аламыз Телеграмға, міне осы жүктеледі. Все, жүктелді. Енді қазір шаблонды ашамын. Ашқан кезде төбесінде әне 3 точка тұр, соған басамыз. Бірінші көрсетіп алайын, көрдіңіз бе? Қара енгізілмейді сурет деп айтады да. Но қараңыздар, ол пустой пинк болғаннан кейін оның ортасы қара болады, чтобы сіз оған любой фонды енгізе алатындай. Сразу көрсетіп жатырмын, көрдіңіз бе? Ішінде черный болады. Ешқандай WhatsApp-қа салмайсыз, сразу қазір программаға жүктеуді көрсетемін. Бірінші сохранить в галереяға түсіреміз. Галереяға түсірдіңіз бе? Программадан, міне, Телеграмнан шығамыз и PicsArtқа кіреміз, міне, PicsArtқа кіреміз. WhatsApp-қа жіберіп, одан кейін олай істесеңіздер, пинг форматыңыз жойылып кетеді, сосын қарап кетеді. Сразу каналдан жүктедіңіз бе? Неге қойдыңыз? PicsArtқа. Ешқандай программаға жүктемей, чисто PicsArtқа қойыңыз. Сол кезде бәрі сізде жүктеледі. Міне, каналдан, сіздердің көзінше каналдан жүктеп, PicsArtқа салып жатырмын, сол үшін дұрыстап қарап алыңыздар видеоны соңына дейін, өйткені сұрақтар өте көп келеді. Қазір мен жабайын. И вот, программаға салған кезде ортасы қара емес, пустой, көрдіңіз бе? Квадратикке болып тұрса, значит, іші пустой деген сөз. Сіз ішіне любой фонды енгізе аласыз өзіңіз. Қазір көрсетейін, екі жолын көрсетем. Рисовайтқа кіреміз астында. Именно рисовать. Рисовайттың ішінде добавить фото деп тұрады. Міне, добавить фотоға басамыз. Осылай кіру керексіздер. Одан кейін өзіміздің фотомызды таңдап аламыз. Мысалы, мынандай фото. Оны аккуратно уже орналастырасыз. Қозғай берсеңіз, ол қозғалмай қалады, сол үшін келтіріп аламыз. Төбесінде 2 төрпішті тұр, соған басасыз. Басқан кезде, міне, жай ғана осылай суретті көтересіз. Глазиктан. Міне. Жоғарғы суретті тұрғанды оны астына жібересіз. Сол кезде сіздің рамкаңызға кіргізеді. И осылай дұрыстап алсаңыз, пока готованы баспай, былай дұрыстап алсаңыз болады өзіңіз. Сосын, все, готово. Енді біздің фотомыз болды, қаты қалды, ешкімге қозғалмайды. Рамканың ішінде тұр. Міне. Мынау бірінші жолы. Қараңыздар, рисовайттың ішінде добавить, оның ішінде фотоға басасыздар. Обязательно соны қарап алыңыздар дұрыстап. Екінші жолын көрсетем. Екінші жолы өте оңай. Мынау бірінші жолы болған. Қазір екінші жолын көрсетем. Енді екінші жолын көрсетейін. Қараңыздар, просто добавить фотоға кіресіздер. Жаңа рисовать арқылы жасасақ, осы жолы просто добавить фото арқылы жасаймыз. Добавить деп басамыз. Басқан кезде суретті бітіп, өзіңізге келтіретіндей етіп жасап аласыз. Одан кейін астында қараңыз. Смешать деп тұрады. Соған басқан кезде міне экран, усиление, темнее деп тұрады. Соғын өзіңізге қайсысы ыңғайлы, соны таңдайсыз. Қараңыздар, бізге мына жерде светлее ыңғайлы келіп тұр. Қазір жерден қарап көрейік. Енді төбесінде стерка тұр, төрпішті, соған басып бетіп тазалап аламыз.
міне екі жолында көрсеттім. Егер қайсысы ұнайды, сонымен жасап көрсеңіз болады. Кейбір фотоларда смешатьпен бүйтіп стеркамен өшіріп тұрудің қажеті жоқ, бірақ именно осыда ол стерканы требовать етіп тұр фото. Сол үшін осылай да жұмыс істеуге болады. Через рисовать арқылы да кіруге болады. Екі жолын көрсеттім. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне.